Тасбақаның ғұмыры. Ертеде бір тасбақа Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың даңқын естіп, оған ғашық болыпты. Оны бір көрсем деп армандапты. Бірақ пайғамбар 2 ғасырдан соң ғана өмірге келеді екен. Содан тасбақа Құдайға күндіз түні жылап, ұзақ ғұмыр беруін сұрапты. Тәңірі тағала оның тілегін қабыл етеді. Тасбақаға ән Хазірет дүниеге келгенше жетерлік өмір сыйлапты. Бір күні Әзіреті пайғамбар дүниеге келеді. Қуанышты хабар жер көкке сыймай әлемге таралады. Бұл уақытта тасбақа Әмина анамыздың табалдырығында сарғая күтіп жатыр еді. Ол үстіндегі ауыр тасын әрең көтеріп табалдырыққа өрмелеп шығады да үйге кіреді. Мойнын созып бесікте жатқан сәбиді көреді. Көкірегіндегі аңсары басылып, бақыттан бас айналады. Сонша жыл күткен сағынышына жеткеніне шүкір етеді. Бұл кезде тасбақаның өлшеулі ғұмыры біткен еді. Ол мәңгілікке аттанады. Құдай тағала тасбақаның осы ісіне разы болыпты. Сөйтіп оның ұрпағына да 200 жыл ғұмыр жазыпты.